Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі біз видеода фит копилканы қалай жасалу керек жолдарын көрсетемін. Яғни бізге ол үшін ең алдымен осындай коробка керек. Бұл копилкаға арналған коробка, болмаса подаркілер салып қояды. Енді осындай копилкаға қолдануға болады. Одан кейін бізге осындай арнайы шаблон керек. Мен бұны Pinterest программасынан жүктеп алдым. Немесе Telegram каналға тіркеліп, сол жерден арнайы каналдардан жүктеп алсаңыздар болады. Одан кейін бізге копилканы сәндеу үшін лента керек болады. Сосын мен арнайы мотивационный сөздерді дайындап қырқып, оларды да жапсыратын боламыз. Қазір көз алдарыңызда әдемі копилка жасап шығаратын боламын. Копилкамызды жапсырып алдық әдемі сөздермен. Енді қазір осы жерден канцелярский нождың көмегімен кесіп шығамыз. Міне біздің копилкамыз дайын. Қазір енді осыны әсемдеп лентамен ораймыз. Эфирден алыстамаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осымен біздің копилкамыз дайын. Сіздермен болған мен Гүлзия. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.